Қызылордада қаржысы бар, пейілі кең, бірақ уақыты тығыз кәсіпкер меценаттардың қайырымдылық жобаларын еріктілер тобы жүзеге асырады. Жабырқаған жандардың жанынан табылатындардың бірі Гүлнар Сәрсенбай. Ол екі бүлдіршіннің еміне қаржы жинауға үлес қосып, бірнеше отбасыны ұдайы азық-түлікпен қамтып келеді. 5 жылдан бері мемлекеттік мекемеде еңбек етіп келе жатқан ерікті оң қолың бергенді, сол қолың білмесін деген тәмсілді берік ұстанады. Гүлнар балғындардың көңілін көтеру үшін түрлі ертегі қойылымдарын, мультфильм көрсетілімдерін ұйымдастырып жүр. Жомарт жандарды игі шараларға ұйыстыра білген ол өңірдегі барлық мұқтаж отбасылар еріктілер назарынан тыс қалмайтынын айтады. Әлеуметтік көмекті қажет ететін отбасылардың тізімі бар, базасы жасақталған. Сол отбасыларды әр еріктіге бөліп береді. Біз сол отбасыларға мүмкіндігімізге қарай азық-түлік себеті апарып береміз, және мейрамда ол үйлерде науқас, ерекше жағдайды қажет ететін балалар болса, біз соларға мерекелік көңіл-күй сыйлау мақсатында әртүрлі қойылымдарды қоюға тырысамыз. Оларға сыйлықтар апаруға, ойыншықтар, бала тек қана тамақпен ғана күн көрмейді ғой, оған ойыншық керек, оған ерекше эмоция керек. Біз соларды сыйлауға тырысамыз.